Қарағанды облысының шалғайдағы мектептері заманауи зертханалармен қамтылады. IT мамандар қымбат құрал жабдықты жасанды интеллектпен алмастыратын бағдарлама ойлап тапты. Интерактивті мұғалім 14 білім бағдарламасын 6 тілде еркін түсіндіреді. Жастар облыс әкімінің грантын алғаннан кейін ерекше бағдарлама жасаған. Бірегей жобамен өңірдегі әріптесім танысты. Виртуалды білім берудің негізі мына көзілдірікте. Оның жадына барлық пәннің бағдарламасына сай ақпарат енгізілген. Оны пайдалану үшін ғаламтордың қажеті жоқ. Жоба қазір елдегі 3 жоғары оқу орны мен 30-ға жуық орта мектепке енгізіліп жатыр. Болашақта бұл білікті кадры аз, интернет байланысы жоқ жерлердегі білім нысандарына нағыз көмекші болмақ. 8 мыңнан астам VR лабораториялар бар, химия, физикаға, биологияға арналған және ағылшын тілінен осындай контенттар VR-дың ішіне салып өткізіп жатырмыз. Интернетсіз жұмыс жасай алады, автономно получается. Бұл кезде барлығы шлемнің ішінде орнатылған. Ноутбук, компьютер, телефон сияқты әртүрлі жерлерге шығаруға болады. Қарағанды облысында облыс әкімінің грантына өтініш қабылдау аяқталды. Желтоқсанда тағы 50 жастың жобасына әрбіріне 2 миллион теңге көлемінде қолдау көрсетіледі. Комиссия әр бастаманың өміршеңдігін, өзектілігін мұқият қарайды. Жалпы ісін бастаймын деген жастарға аудан мен қалалардан да қолдау табылады дейді жастар саясаты мәселелері жөніндегі мамандар. Мобильді қосымша бағдарлама бастап кез келген сектор, яғни ауыл шаруашылығы болсын, тамақтандыру, білім беру, қызмет көрсету сервис дейді ғой, медицина және басқа да саланы қамтитын 700-ден, жалпы 700-ден астам жобалар бар. 18-ден 35 жастағы азаматтарымыз, облыс тұрғындарымыз осы бағдарламаға қатыса алады. Бүгінгі күні Қарағанды облысында жастар арасында кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға арналған грантты иеленген 700-ге жуық кәсіпкер жұмыс істеп жатыр. Олардың жобасы экономиканың әр секторын қамтиды. Соңғы 2 жылдан бері грант көлемі 2 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Дәуренбек Бағдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпыхар. Қарағанды, Хабар 24.